Ол кез 90-шы жылдар еді. Мен ол кезде кішкентай болдым және 2-ші сыныпта оқыдым. Бір күні біздің жаққа үлкен жүн ит келді. Ол өзінің үлкендігімен тіпті үлкендерді қорқытатын, бірақ ол мейірімді болып шықты, әсіресе балаларға. Сосын ол біздің артымыздан жүгіріп бастады, ал біз оған тамақтар беретінбіз. Біз оның атын Ақтос деп қойдық. Ол ескі сарайда өмір сүрді. Ол жерге өзі қазған шұңқыр арқылы кіретін, ал сарайдың есігі жабық болды. Біз тесіктен оның ескі матрасда ұйықтап жатқанын көретінбіз. Біз үй жаққа бірден шыға сала, ол құйрығын қозғалтып жүгіріп келетін. Мүмкін біздің даусымызды естіген шығар. Ал енді болмайтын біртүрлі оқиғаларды айтып берейін. Бір күні мен бірдеңе оқып отырдым. Сосын ішім пысып кетті. Терезеге қарап көрейін деп шештім. Ол жерде үйдің жанында Ақтөс артқы екі аяғында тұрды. Ол маған қарама-қарсы үйге қарап тұрды. Сосын ол цирктағыдай екі аяқты маған бұрылды. Және дәл солай маған қарап тұрды. Мен тіпті неден қорқатынымды түсінбедім. Ол екі аяқта тұрғаннан ба, әлде түнде маған қарағаннан ба? Мен тығылып қалдым, және Ақтөс терезені сындырып мені айырады деп ойладым. Бірақ олай болмады. Екінші жағдайда біз Ақтөспен қыдырып жүргенбіз. Және бір әже бізге «Қандай жынмен қыдырып жүрсіңдер?» деп Ақтөсті көрсетті. Және Ақтөс оған ырылдады. Үшінші жағдай мүлдем түсініксіз. Кешке Ақтөс болмады, және біз досым екеуміз оған бармақ болдық. Сарайға келдік. Еркектің біз біртүрлі дауысын естідік. Сансар, не істеу керектігін білесің бе? Ең түсініксізі, сарай жабық болды. Ал еркек ол жерге кіре алмаушы еді. Және ол жерден Ақтөс шығып бізге ере бастады. Ол адам өлген жерді қарайтын және берген тамақты жемейтін болып кетті. Бірақ бір күні бір әже немересімен барып сол сарайға барды. Есікті ашып, тұз сеуіп, бірдеңе оқып кетіп қалды. Ал келесі күні Ақтөс жоқ болып кетті. Біз оны одан кейін мүлдем көрмедік. Сосын әже бізге ол үйге жын кірген және адамға ғана емес, жануарға да кіріп кете алатын туралы айтты. Ал жын кірген жануарлар ұзақ өмір сүрмейді. Ал Ақтөспен ерекше жағдай болды. Ол жаз бойы сап-сау болды. Сол кемпір Урал жақта тұрғанда жынды әйелден атқа өткізген. Ал әлгі ат болса ауылды шулатты. Оны еркектер мылтықпен атқан, бірақ дым көмектеспеді.